Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге өте оңай, жылдам жасалынатын кешкі ас немесе түскі астың рецептісімен бөлісетін боламын. Лаваштан жасалынатын өте керемет тағамдардың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең әуелі тартылған етіміздің үстіне ұсақтап туралған пиязды саламыз. Және бір жұмыртқа, дәміне қарай тұз, қара бұрыш немесе паприка салсаңыздар болады. Осы тартылған жылқы етімен де сіздер тауық етін қолдансаңыздар да болады, немесе піскен картопты салсаңыздар да болады. Өте керемет болып шығады өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Барлығын жақсылап араластырып аламыз, және де дайын осындай лаваштың қамыры болады. Соны теңдей осылай видеодағыдай 3 бөлікке бөлеміз де, бұны конвертик тәріздес етіп, 4 бұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Тура видеодағыда көрсетілгендей осылай етіп кесіп алыңыздар, ал шетін тек қана ортасынан бөле салдым. Қазір бұл шетін де қолданатын боламыз. Және де осындай формамызға сұйық май немесе сары майымызды жағамыз. Және де осы конвертик лаваштың үстінен бір ас қасық тартылған етімізден, яғни начинкасынан салып жұқа етіп жайып, дәл осылай орап шығатын боламыз. Және де барлығын кезек-кезек формаға орналастырып шығамыз. Бір ас қасық салып жұқа етіп жайып, тағы да орап, барлығын осылай әсемдеп, рет-ретімен әдемдеп қойып шығатын боламыз. Формамыздың толықтай барлық шетіне жететіндей етіп, түгелмен қойып шығатын боламыз. Ал осындай шеткі бөліктерінде мен қалдырған жоқпын. Осылай начинкасын салып, кішкене жағынан үлкен жағына қарай орап, оны шеткі жағына дәл осылай қойып шықтым. Барлығын осылар қойып шыққан соң енді соус жасайтын боламыз. Бір стақан, бір бокал суымызға 3 ас қасық қаймақ, және де 2 ас қасық томат пастасын, және де кішкене тұз салдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай венчикпен араластырған кезде қаймағымыздың барлығы біркелкі болып шығады, іртік-іртік болмайтын болады. Және де осы лаваштардың үстінен толығымен біркелкі етіп құйып шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Пешке жіберген соң алдын ала осылай ірімшік, яғни сырымызды алдын ала үкіштен өткізіп дайындап қоятын боламыз. Және де 30 минут уақыт өткеннен кейін дәл осыны жаңағы лаваштың үстінен жұқа етіп сеуіп шығатын боламыз. Менде еритін сыр болмағандықтан үйдегі бар сырды қолданған едім. Сыр кішкене ермей қалды. Егер сіздерде еритін жаңағы созылмалы сырды қолдансаңыздар, ірімшікті өте керемет болып шығады. Осылай барлығы жеріне толығымен ірімшігімізді сеуіп шығамыз да, тағы да 5 минутқа духовкаға салып алатын боламыз. Сол кезде біздің ірімшігіміз еріп, әдемі болып шығады. Бірақ та менің ірімшігім жақсы шықпады. Сонда да өте дәмді, керемет болып шықты. Әрі жылдам дайын болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецептермен бөлісетін боламыз. Сол себепті каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ләззат, назарларыңызға үлкен рахмет.